Айдананың қуыршағы. Екінші бөлім. Айдананың ата-анасы әлгі ақтасты айналдыра қарап, аяқ асты жүректері жарылардай қуанды. Бір-біріне көп әңгіме айтты. Бірақ олардың әңгімесі Айдананың құлағына кірмеді. Олардың бір сәт өзін ұмытып, әлгі бұжыр тасқа сонша үңіліп, тіпті анасы торт пісіргенде мөлшерін білу үшін әр қоспаны өлшейтін өлшегішіне қойып өлшеп, одан әрі қуанған түрлеріне қарап тұрып, Айдана бақырып жылап жіберді. Сонда ғана ата-анасы осы біздің қызымыз бар еді-ау дегендей Айданаға таңғала қарады. Оның неге жылап тұрғанын түсінбеді. Анасы: «Қызым-ау, бізді шексіз бақытты еткеніңді білесің бе? Жылама, енді сенің бар арманыңды орындаймыз», деді айналып толғанып. «Қуыршақ алып бересің бе?» деді Айдана сол сәтте. «Бір бөлме толған қуыршақ қой. Сонда да қалаған қуыршағын сатып аламыз, әкесі, я?» деді анасы. Әкесі де: «Міндетті түрде аламыз», деді. Әке шешесінің қуыршақтың қандай болса да алып беретін түрін байқаған қыз жадырап сала берді. Ол: «Анашым, сіздер неге ана ақ тасқа қатты қуанасыңдар?» деп иегімен әкесі айналдыра қарап отырған тасты көрсетті. «Үлкен болып өскенде, дәл осы күні неге қуанғанымызды айтып береміз». Шынын айтқанда, дәл қазір ата-анасының неге қуанғанын білгеннен гөрі Айданаға ойыншық дүкеніне барған қызық еді. Анасы Айдананы ертіп ойыншық дүкеніне кеткенде, әкесі ғаламторды ашып, қызу жұмысқа кірісіп кетті. Олар дәу қуыршақты көтеріп үйге қайта кіргенде, әкесі ғаламторда әлі отыр еді. Бұларды көріп, бірден: «Келістім», деді. «Өздері келе ме?» деді әйелі. «Я», деді ол. Кешке бұл үйде мерекелік дастархан жайылып, отбасы көңілді отырды. Әркімнің өз қызығы бар. Үлкен ұлы достары туралы әңгіме айтса, Айдана өзімен бірдей болып үстелде отырған қуыршағына қайта-қайта қарап, біресе көйлегін дұрыстап, біресе тамақ беріп, аузын сүртіп әлек. Бір дастархан басындағы 4 адам өздерінше бақытты еді. Кеш қарая анасы қуыршағы мен қызына төсек салды. Сол сәт бөлмеге әкесі кіріп: «Қызым, мынау да сенің қуыршағың, шкафыңда тұрсын», деп теңіз жағасынан тапқан қуыршақты қойып кетті. «Жарайды, әке», деген қыздың бар махаббаты жаңа қуыршақта еді. Теңіз жағасынан тапқан қуыршаққа көңіл бөлмеді. Қуыршақтың басы көпшікке тию бойына қалың ұйқыға кетеді екен. Төсекке жатқызып жатқанда-ақ көзін жұмды. Соны көрген анасы: «Ой, қандай тәртіпті қуыршақ!» Бірден көзін жұмып ұйықтап қалды. «Менің қызым да тәртіпті, бірден ұйықтап қалады», деді. Анасының мақтау сөзі ұнап кеткен Айдана көзін жұма қойды. Жол жүріп қатты шаршады ма, шынымен де Айдана бірден ұйықтап кетті. Түн ортасында Айдана «у-у-у» деп уілдеген қатты дыбыста оянып кетті. Қараса, теңіз жағасынан тапқан қуыршағы «у-у-у» деп тұр екен. Өзі орнынан тұрып алыпты. Әнеугүні теңіз жағасында жерді тесіп кіріп кеткісі келгенде де дәл осылай орнынан атып тұрып жұлқынып еді ғой. Бұл жолы да дәл солай. Бірақ жұлқынбады. Егер мен дәл сол сәтте Айдананың бөлмесінде болсам, қатты қорқып кетер едім. Ал Айдана тым қорықпады. Төсегінен атып тұрып, қасына жетіп барды. «Сен қозғалады екенсің ғой. Көптен бері дым қозғалмай қойып едің», деді қуыршағынан тіршіліктің белгісі білінгеніне қуанып. Ал қуыршақ «у-у-у» деп уілдей берді. «Сен жылап тұрсың ба?» «Жыламашы бөпем»,
деп Айдана оны сипады. Сол-ақ екен, қуыршақ сылқ ете түсті. Екінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар.